Армысыздар, ардақты көрермен, ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Еліміз егемендіктің 4-ші 10 жылдығына қадам басты. Осынау ата-бабалар аманат еткен ұлан ғайыр даланы аман сақтау ең алдымен жас буынға артылатын зор үміт. Кейінгі ұрпақ еліміздің тәуелсіздігіміздің туын әрқашан жоғары ұстауы тиіс деген президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құндылыққа қанығып өскен өреннің танымы терең, ділі берік болатынын айтты. Ал біліммен қаруланған жастар қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа технологияны меңгерумен өзгерістер әкелмек. Ендеше Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының 5 бірдей аймағы арасында Қазақстан білім қоғамы жолында атты телекөпірді бастаймыз. Туған елге тағзым жобасының көздеген мақсаты жас ұрпақты білім мен ғылымға баулай отырып, ел мен жерді сүюге және оған адал қызмет етуге бағыт-бағдар береді. Жоба Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымымен әзірленген және оқушылардың туған еліне деген қызығушылығын арттырып, патриоттық сезімін нығайтады. Дәл бүгін біздің ортамызда осы Оралдағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары және ұжымы тұр. Қазір алғашқы сөз кезегін мектептің директоры Айдарбек Төлепұлы мырза өзіңізге берсем бе деймін. Жаңа біз жобаның мақсаты мен ерекшеліктерін айтып кеттік. Енді жоба өз нәтижесін қалай беріп жатыр? Осы турасында айтсаңыз. Рахмет. Енді біріншіден осы жағдайды пайдалана отырып, барша әріптестерімді, жалпы барша қазақстандықтарды еліміздің ең елеулі мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрине 30 жылдықтың ішінде осы Қазақстанның дамуындағы ең ерекше жобалардың бірі деп айтатын болсақ, бұл Назарбаев зияткерлік мектептері. Өйткені 2008 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің жеке қолдауымен осы Назарбаев зияткерлік мектептер желісі құрылды. Ең бірінші алдымыздағы тұрған мақсат ол Қазақстанның зияткерлік әлеуетін қалыптастыру. Енді бұл ұғымды кең көлемде алған кезде егерде ыдырататын болсақ, жалпы әлеует қандай болу керек? Әрине бірінші кезекте ол өз отанын сүйетін патриот болу керек. Сондықтан да Назарбаев зияткерлік мектептер өзінің бағдарламасын жасақтаған кезде Қазақстандағы ең маңызды құжаттардың бірі мәңгілік ел жалпы ұлттық идея негізінде құрастырылды. Осы идея аясында Назарбаев зияткерлік мектептерінің бағдарламасы толық көлемдегі баланың оқу және оқудан тыс үрдісіндегі қалыптасатын белгілі бір дағдыларды көздеді. Соның бір нақты жобасы ретінде туған елге тағзым жобасы пайда болды. Бұл өте сондай балалардың жүрегінен шыққан, жалпы бүгінгі таңдағы біздің бағдарламамыздың да жалғасы іспеттес көрініп отыр. Өйткені бұл бірінші кезекте балалардың зерттеушілік қабілеттерін дамытады. Әрине түбінде бұл балалардың отанға деген, туған жерге деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Жалпы бұл жобаның өміршеңдігі соншалық, мына эпидемиологиялық жағдайға қарамастан да бұл жоба өзінің жалғасын тапты. Бұл жобаның ерекшелігі неде болды? Мысалы, зияткерлік мектептер желісінде 20 мектеп оқушысы болатын болса, 20 мектептің оқушылары бір-біріне бір өңірден екінші өңірге барады. Осы жылдар аралығында біздің Орал зияткерлік мектебінің оқушылары бұл Астана, Алматы, Қарағанды, Көкшетау, Семей, Тараз, Атырау, Ақтөбе өңірлерінде болды. Сәйкесінше өзге өңірінде оқушылар біздің Орал өңіріне келіп, осы жердің тарихын, мәдениетін, экономикасының жалпы белгілі тұлғалармен кездесіп осы жерде өздерінің мына күнделікті оқу бағдарламасындағы алып атқан білімдерін нақты жағдаймен дәлелдей білді. Демек, бала кейін біздің мектептің түлегі осы мектептен шыққан кезде біздің мақсатымыз осы отанымыз үшін еңбек ететін тұлғаны қалыптастырып шығару. Демек, ол Қазақстан өңірінің қаншалықты қай жерде қалай дамып келе жатқан, қай тұстарында қандай көмек керек, болашақта мысалы қай өңірге қандай мамандардың қажеттілігі бар, қай тұстарымен зерттесем екен, мәдениеттің қай саласына қарай көп көңіл бөлсек екен дегеніміз тек қана кітаптың немесе ақпараттың көзінен білмейді. Олар өз көздерімен көріп, сол жағдайда болды. Міне, сондықтан да бұл мақсаттың да, бұл жобаның да ерекшелігі сол болады. Мына эпидемиологиялық жағдайдағы ерекшелік, енді біздің балаларымыз ешқайда шыға алмады.
Алайда оған қарамастан біздер онлайн режимде балалар өзінің өлкесін таниды. Сол арқылы өлке тану тарихында зерттеу жалпы керемет мүмкіндік берді. Рахмет жауабыңызға. Біз білетініміз туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясына биылғы жылдың өзінде 1000-ға тарта оқушы қатысып, 700-ге тарта ғылыми жаңағы жұмыс қорғалған екен. Енді осы кезекте сөз кезегін Дина ханым өзіңізге бергім келеді. Әр жобаның ерекшеліктері болған шығар. Тоқталсаңыз. Рахмет. Әрине, жаңаға Айдарбек Төлепович айтқандай, біздің туған елге тағзым жобасының өзіндік ерекшелігі бар. Ол бірнеше тарих және мәдени мұра, инновациялық өнеркәсіп, әлеуметтік және экологиялық мәселелер бағытында жаңағы ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізіп, және ол ізденістің нәтижесінде біздің оқушыларымыз өз өнімдерін дайындайды. Әрбір мектеп, Назарбаев зияткерлік жүйесіндегі әрбір мектеп осы дайындаған өнімдерінің ішіндегі ең мықты, таңдаулы деген өнімдерін Назарбаев зияткерлік мектебінің желісі ұйымдастырған үлкен додаға салып, бағын сынайды. Менің ойымша, осы додаға қатысқан, бәйгеге салған әрбір авторлық жобаның иесі жеңімпаз деп есептеймін. Себебі осы авторлық жобаны дайындауда бұл білім мен білік қана емес, үлкен еңбек пен үлкен уақыт қажет. Сондықтан да осы жобаға қатысушы әрбір оқушымыз жеңімпаз. Енді осындай туындыларды дүниеге келтірген біздің оқушыларымыздың жұмысына тоқталғым келеді. Соның ішінде атап айтсақ, мына Қазақстандағы алтын адамдардың бірі біздің Тақсай Қаншайымының әлемге таныту үшін біздің оқушыларымыз 3 тілде веб-сайт, балаларға арналған анимациялық мультфильм дайындап, көпшілік қауымын тамашалауда бүгінде. Сонымен қатар, мына біздің өңіріміздің мақтанышы Орал агрореммаш ірі өндіріс негізінде біздің оқушыларымыз балаларға арналған өрт сөндіргіш машина жасақтады. Ал енді мына бүлдіршін балаларға арналған балабақшалардағы біздің оқушыларымыз мынау тарихи келбетін сақтаған біздің Орал қаласының 19 ғасырдағы ғимараттарының еске сақтап тану үшін арнайы кітапша дайындады. Енді осы жобалардың ішінде қаншама еңбек жасалған, иә? Енді айрықша бір айтатын дүние біздің батыс өлкемізде мемлекеттік деңгейде көтерілген Күнбатыс Алашорда тарихын танытуда, көпшілікке танытуда біздің оқушыларымыз деректі фильм және онлайн тур дайындап шықты. Мына біздің Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованы танытуда мәншүктану жаңағы мүмкіндігін кеңейту мақсатында 3 тілде сайт дайындалып шықты. Енді мынау біздің тарихи қала Орал қаласында маврлық және моғол стиліндегі ғимараттардың, бүгінде жер бетінде жоқ ғимараттардың жаңағы бұрынғы кейпін қалпына келтіру үшін оқушылар арнайы электрондық бағдарлама арқылы бұрынғы келбетін қалпына келтіргенде оқушыларымыз бар. Енді менің мына жалпы ұстаздар қауымының жалпы байқағаны, бұл жоба мынау мектеп бағдарламасы шеңберінен шығып, оқушыларды ізденіске тоғытатын, үлкен керемет дүниелерді дүниеге әкелетін бір таптырмайтын жоба деп есептеймін. Енді туған елге туыңдықтық дегендей, туған елге тағзым жобасы біздің еліміздің болашақ көшбасшыларының туған елге, жерге деген, жалпы халқына деген қызмет етуге дайындайтын, тәрбиелейтін бірден-бір бірегей жоба деп айталам. Оралдық зияткер Ақботаның зерттеу тақырыбы қазақ даласындағы европалық үлгідегі алғашқы ұлттық білім ордасы Жәңгір мектебіне арқау еткен екен. Биыл тұңғыштар мектебіне 180 жыл. Осы шығармашылық команданың жұмысын таныстыру үшін Ақбота, сөз кезегі өзіңізде. Мектептің тарихи сырына қалай қанық болдыңыздар? Қандай бағдарламаға сүйендіңіздер? Сұрағыңызға рахмет.
Жалпы Жәңгір осы қазақ даласында алғашқы мектеп ашу мәселесін көне 19 ғасырдың 20 жылдарынан бастап ойластыра бастағанымен, ол арманы тек 1841 жылдың 6 желтоқсанында ғана жүзеге асады. Жалпы осы ханның мектепті ашу мақсатын баяндаған хатын оқыған кезде мен өзіме бір үлкен әсер алған едім. Бұл хатта егер ғылым қазіргі уақыттың өзінде қоғамға осыншама үлкен пайдасын әкелсе, болашақта біздің немерелеріміз білімсіз жақсы өмір сүре алмайды деген екен. Өкінішке орай, Батыс өлкесінде ашылған қазақ даласындағы алғашқы мектеп жайлы деректер мектеп оқулығында жоқтың қасы деуге де болады. Осы білім ордасының тарихына қатысты деректер бар болса да шашыраңқы белгілендіктен, біздің осы тобымыз осы деректерді жинақтап, көпшілік қауымға интерактивті ойындар, интерактивті қосымша ретінде жеткізу мақсатын көздеген еді. Біз жасақтаған білім беру платформасында осы Жәңгір мектебі жайлы құжаттар, деректер, фотосуреттер жинақталған. Осы Жәңгір мектебін тұңғыштар мектеп деп те атайды. Неге? Өйткені бұл мектепте қазақтан шыққан тұңғыш ғылым саласының, мәдениетінің, әскери саласының тұңғыштары полиглот, тұңғыш шетелде оқыған қазақ баласы Ғабдолғазиз Мұсағалиев, ғалым этнограф Мұхаммед Салық Бабажанов, тұңғыш ғылым кандидаты Бақтыгерей Құлманов, тұңғыш әйел мұғалім Хусни Жамал Нұралханова, тұңғыш фотограф Шәңгерей Бөкеев, тұңғыш генерал Ғабайдолла Жәңгіров және тұңғыш прокурор Сәлімгерей Нұралханов пен басқа да ұлы жандар шыққан. Сонымен қатар Асан Тайманов бастаған 20-дан астам академик осы Жәңгір мектебінің түлегі болып есептеледі. Біздің сайтымызда осы тұлғалар жайлы ақпараттарды қамтитын арнайы бөлім бар. Сонымен қатар оқушылар осы алған білімін бекіту мақсатында біздің сайтымыздағы қосымша ойындарды ойнау арқылы өздерінің білімдерін толықтай түседі және дәлелдей түседі деп те айтуға болады. Жалпы осы тұңғыш оқу ошағының үйі біздің кезімізге дейін сақталған жоқ, тек фотосуреті ғана бар. Біздің тобымыз осы ғимаратты басқа жұртшылыққа өздерінің көздерінің алдарына елестету, виртуалды режимде көрсете алу үшін мектеп ғимаратының реконструкциясын жасаған болатын. Бұл реконструкцияны біз қазіргі таңдағы танымал ойын желісі, Майнкрафт ойын желісі арасында жасаған едік. Жалпы осы зерттеу жұмысында деректерді талдау, салыстырмалы талдау жасау, қорытындылау және де сұхбаттасу деректермен жұмыс кезінде біздің ұғынғанымыз тұңғыштар мектебі қазіргі жаңа білім жүйесінің негізі мен іргетасы деп айтқан жөн. Ендігі кезекте сөзімді қорытындылай келсем, тұңғыштар мектебі жайлы зерттеуді жасай келе, туған елге тағзым жобасының символдық атауы өзін толық атай алады деп айта аламын. Неге? Өйткені осы экспедиция маршруттарында мен өз туған еліммен, өзім туған жеріммен мақтану керек екенін, және де осы табысты тарихымыз үшін болашақта қандай үлес қоса алатынымды анық түсіндім. Тәуелсіз, ғажап отанымның тарихын білу менің және менің замандастарымның парызы деп түсінемін. Рахмет Ақбота жауабыңызға. Мемлекет басшысы өз жолдауында балаларды ерте жастан мамандыққа бейімдеу айрықша маңызға ие екендігі туралы айтты. Өскелең ұрпақты өзінің болашақ кәсібін саналы түрде таңдай білуге тиіс. Ал ғылымды дамыту біздің аса басымдығымыз болмақ деген. Сіздердің білімді ғылымға ұштастыруларыңыз әрине құптарлық, сондықтан да шәкірттеріңіз тек білімнің биігінен көрінсін, жетістіктеріңіз көп болғай. Бәріне сәлем, менің аты жөнім Жолдасбек Ұлан Райымұлы, және де мен Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысымын. Құрметті оқушылар, замандастар, қазіргі таңда біз жаһандану үрдісі қарқын жүріп жатқан қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Және де біз бұл процестан тысқары қалмай, керісінше өз құзырлықтарымызды дамыта отырып, осы ортаға кірігуіміз қажет. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы қоғамның және де әрбір қазақстандықтың дамуына бағдар болатын бірнеше бағытты атап өткен болатын. Яғни ол бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, сананың ашықтығы, білімнің салтанат құруы және де Қазақстанның эволюциялық дамуы. Сонымен қатар біз 21 ғасырдың басты талаптарына сай білім алуға талпынуымыз қажет. Себебі болашақ қоғамның
құндылықтарын дамытатын бір және де бірегей ұрпақ біз екеніне сенімім мол. Осыған орай білім саласында жасалып жатқан барлық мүмкіндіктерді толыққанды пайдаланып, білімді терең меңгеруге және де еліміздің жарқын болашағын бірге қалауға шақырамын. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бөжарғанда жастығымның көктемі, сен үшін айқара ашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі, өсе берсін мектебімнің өркені. Желбіресің ғылым білім желкені, қанат қаққан өркениет өріне. Біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің шырыны, ғылымның тұнығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің есігі, ғылымның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі, елбасы мектебі. Көкжиекке қол ашты кең жазайы, ғылым іздеп бүлінкенін қазайы. Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңа ғасыр жаңалығы ғажайып. Білімнің жырыны, ғылымның тұнығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің есігі, ғылымның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі, елбасы мектебі. Білімнің шырыны, ғылымның тұнығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің есігі, ғылымның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі, елбасы мектебі. Елбасы мектебі. Елдің дамуы ғылым мен білімнің дамуымен айқындалады. Тәуелсіздіктің 30 жылының ішінде білім саласында жеткен жетістіктеріміз орасан зор. Біз бүгінгі телекөпірде Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі түрлі жобалар, ғылыми ізденістер хақында қысқаша тоқталдық. Тәуелсіз елде ойы озық, қиялы ұшқыр, білімді ұрпағымыз көп болсын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.